Қазіргі таңда білім саласының дамуына және сапалы білім беруге көңіл бөлінуі тиіс, себебі қазіргі жасөспірім елдің болашағы. Елбасының жаңа әлемде жаңа Қазақстан атты Қазақстан халқына жолдауына сәйкес республикалық бюджеттен 100 мектеп құрылысына қаражат бөлінді. Қазіргі таңда ең қажет ететін өңірлерде мектептер бой көтере бастады. Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаға сәйкес интерактивті тақта және лингафондық мультимедиалық кабинеттер мен мектептерді қамтамасыз ету үшін жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар 1000 мектеп кең көлемдегі интернетке қосылып, онлайн жүйесін пилоттық жоба түрінде енгізілуде. Ал осы бағдарлама ауыл мектептерін айналып өтпей, тиісті сыбағасын алса, нұр үстіне нұр болар еді. Білімді, білім беруді, мәдениетті, бәрі ұлтқа барып тұрды. Бізде ең негізгі ақсап жатқан жеріміз, менің ойымша, бұл біз ұлт деген сезімді, ұлт деген бір категорияны, ұлт дегенімізді бізді жылыстықпаймыз, бізге бәріне білім беруіміз еді, бәрін сөйтіміз еді, бәрін ең бірінші жігіттер, қыздар, бірінші ұлт. Шыны керек, мына совет үкіметі кезінде, одан кейін мына соңғы 20 жылда ешқандай ұлтты алдыға қойған жоқ. Сондықтан жігіттер, мен жаңағы нәрседе отырған ағамызды айтып берді, дұрыс. Ең бірінші ұлт деген мәселені қойымыз керек. Қай нәрседе болмасын, қазақ ұлты. Жүйені құлатуымыз керек. Жүйені басқаратын дұрыс адам ұлт жағында, елін деген адамды келтіру үшін күресуіміз керек. Әр нәрсенің екінші жағы болатыны бәрімізге белгілі. Қазіргі таңда осы жаһандану үрдісін құшақ жайып қарсы алудамыз. Ал оның қауіпті ететін тұстары бар. Жылтырағанның бәрі алтын емес екенін естен шығармаған жөн. Батыстың керегін алып, өз халқымыздың болмысына сай етіп пайдалану керек. Ал жаңа технологияның қыр-сырын бірінші орында мұғалімдермен бөлісу керек. Өйткені оқушының білім деңгейі ұстазға байланысты. Қазіргі таңда ұстаз мамандығы өз құрметінен айырылуда. Оның себебі бұл мамандыққа төленетін айлықтың аздығы. Таң атысы, күн батысы мектеп қабырғасында жүрген ұстаздың жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Бұл дегенің сапалы білім беру емес, қосымша жұмыс істеп, өлместің қамын ойлау. Мұғалімге жағдай жасамай, білім сапасын көтеру – ол сандырақтың ісі. Бізді қазір құртып отырған, біздің балаларымыздың болашағына балқыған, сол балалардың тәрбиесін жоққа шығарып отырған, ол мына қазіргі жүйенің мұғалімдерді құл қылып, қолбаларлық пайдаланып отырған. Соның ішінде ең сорақысы біздегі Қазақстандағы сайлау жүйесі дауыс бұрмалауы бар, басқасы бар, түгел мұғалімдердің мойнында. Біздің халқымыздың дауысын ұрлайтын адамдар біздің балаларымыз тәрбиелеу. Мұғалімдерді босату керек ондай саясатта. Мұғалімдерді азат мұғалім болу керек, тәуелсіз мұғалім болу керек. Сайлауға, саясатқа олар қатыспау керек. Басқасы мұғалімдер. Сол тұрғыда, егер біз осындай қарапайым нәрселерді қолға алып іске асырмасақ, онда үлкен нәрсені біз тудыра алмаймыз. Өйткені барлығында үлкен нәрсе кішкентайда тұрады. Міне осының барлығы жүйелі түрде есептеп отырып, сол үшін біз кәдімгі жоспарлы, бағдарлы, мақсатты күрес жүргізбесе, күрес, мен оны баспайды. Онсыз болмайды. Кәдімгі сол мәселені айқын, анық қойып күндер. Және де талап ету арқылы соны жүзеге асыруға күш салу. Ең алғашқы егеменді алғанда біздің мемлекетіміздің билігінде Махатир сияқты адам келген жоқ. Орыстың, отарлардың жемісі келді. Міне, күдікті сөкпөл себеп сонда. Сондай адам келгеннен кейін өзін тарихын, мәдениетін, рухын білмеген адам қай адам болса да соған келеді. Ол адам жалтақ болады. Ол адам сатқын болады. Ол адам өз халқын сүймейді. Сондықтан осындай негізгі мәселе сонда болды. Біз 100 000 бағдар жасамайыз. Мына жүйе тұрғанда іске аспайды. Іске аспайды. Қазіргі мәселе билікте отырған адамдар осындай ұлттық идеология жасамағанша, өздерінің халқына бет бұрмаса, шетелге еліктірмесе, сонда ғана нәтиже болады. Қазақстанда
15 миллион халық бар. ФРГ, Германияда 82 миллион халық бар. Германияда осыдан 10 жыл бұрын 30-40 қана жоғарғы оқу орны болған. Ал Қазақстанда осыдан 10 жыл бұрын 172 оқу орны болды. Бізде сол мына бизнес көзіне айландырып алған. Әйтеуір оқыса да, оқымаса да, оны ағамыз жақсы айтып өтті. Әйтеуір ақшасын төлесе болды, сен көбірек жинау. Мақсат сол ғана. Бизнес көзі. Сондықтан осыдан арылу керек. Біз өзіміз әлгі 10 жыл бойы, 15 жыл бойы, сонан кейін мына жоғарғы оқу орындарының енді 99% орысша екенін білесіздер. Сонда біз 15-20 жыл мына ұрпағымызды өзге тілде оқытып, сонан кейін 5 миллиард, 10 миллиард, 100 миллиард теңге бөліп, қайтадан қазақша оқытамыз. Біз сонда өз қолымызбен өзіміз кімнің Сервантестің дерменімен соғысып жүрміз. 2010 жылы мектепте күзде басталады ғой оқу жылы. Осы жылда бірінші сыныпқа баратын мектептер түгел қазақ мектебіне көшу керек, қазақ тіліне. Келесі жылы екінші сыныптен бірінші сынып, үшінші жылы енді бастауыш мектепке дейінгі сияқты сондай жоспарлы түрде осының бәрін жасауымыз керек.